План Тохтар, я вижу то, что ты принимаешь бои по боксу от бойцов, которые боксерами вообще не являются. Тебе важна твоя репутация крутого и непобедимого любимчика. Выйдя на бой со мной, ты эту репутацию ставишь на кон. Ты проиграешь, будет со мной. Ты этого боишься, я это знаю, Эркебулан. Отвечай сам за себя. Не стоит отправлять там непонятных бойцов, которые... Братуха, прическа как называется у тебя? Желбреп называется, да? Желбреп тұрсың ғой, желбреп. Не стоит там драться с непонятными бойцами деп қояды. Өзі непонятный біреу, не стоит драться с непонятными деп қояды. Я если с тобой буду, ты тоже непонятный біреусің сен. Я хотя бы с Тимуром вот последний бой провел, чемпион хардкора. Ол бой маған Еркебулан Тоқтар хардкордың чемпионы ұтып апты деген абырой алып келді да. А сен маған қандай абырой алып келесің? Ты не чемпион никакой организации. Регалий нет у тебя. Абырой алып келмейсің сен маған. Хорошо. Медика. Ты мне загонишь 50-60 тысяч подписчиков? Нет. 5-6 подписчик келетін шығар. Басқа подписчик жоқ. Медика қызық емес. Деньги. Здесь поподробнее. А это уже интересно. Деньгами ты меня можешь заинтересовать. Қалай істейсің? Инструкция саған. Бауырым, инструкция. Спонсор іздейсің барасын. Еркебулан Тоқтармен Байке. Еркебулан сендерде Байке ғой. Анаяқта ака, сенде Байке. Байке, Еркебулан Тоқтармен төбелескің деп тұр. Гонорары мынанша екен. Мен саған өзім айтам қанша сұрайтын. Мынанша екен. Бар ма сондай ақша? Пул бар ма сондай? Берес па? Беретін болса, сол ақшаны аласың. Жол жөнеге құртпай, маған алып келесің. Брат, ақша дайын, кел төбелесейік. Болды. Ақшамен ғана заинтересовать ете аласың. Сенде регалий жоқ. Чемпион емессің сен маған абырой алып келмейсің, подписчик алып келмейсің, медика алып келмейсің. Тек қана ақша алып келесің. Так что ақшаға сыз ізде. Либо бір организацияның чемпионы бол, чтоб маған бойымен саған сені ұтқан кезде маған абырой келетіндей. Либо медикаңды өсір, либо ақша. Ең оңай вариант ақша ғой, короче, ақша іздесей. Ізде да кел, мен осындан қарбы жеп отырмын. Күтем сені. Алдың ғой мен қазір тапсырма. Алдың ғой мен жаңа айтып жатырмын ғой, ұрудың екі тәсілі бар. Тіке соққыдан. Яғни бірінші тәсілі апамыз берген. Міне максималдық түрде жылдам не жерде міне. Міне стойка осы жерде міне. Бум жылдам осы, бум осы жылдам. Екіншісі бұл максимально жылдам, бірақ екі соққының да екі мәрте ауысатын соққының да өзінің разницасы бар. Күш жағынан, мықтылық жағынан. Мынау жылдам болса, бірақ бұның соққының мықтылығы бір жерде аздау. Біріншісі осы, міне. Бәң, максимально жылдам жүр. Бум тастаймыз міне. Екіншісі стойканы кішкене алдыға өзімізге қарай жинаймыз. Бұл жерде жылдамдықта, бірақ мынаның жылдамына жетпейді бұл. Бірақ мына жиналған амортизация соққы әлдеқайда жесткий болады. Мынадан көрі, түсіндіңдер ме? Мынау жылдам болса, бірақ бұның соққысы мықтылығы аздау. Бірақ мынаның жылдамдығы аз болса, бірақ бұның соққысы әлдеқайда мықты. Түсінікті ме? Өйткені амортизация көрдіңдер ме? Көрдіңдер ме? Ордық келді, түсіндіңдер ме? Хоп, міне, шоу, неяқтан келеді бұл. Мынау неерден келсе, мынау неяқтан келеді. Қазіргі біріншісі, міне, жүреміз. 1,5 минут бойы осырамыз, командан бере, міне. Бум, кеттік, бум, жылдамдыққа, міне, оп, бәм, түсіндіңдер ме? Аусамыз дейміз, келесі 1,5 минутта, міне, жинаймыз уже амортизация, оп, жүреміз. И осы жерде, бәм, оп, бум, түсіндіңдер ме? Өзімізге жинаймыз. Оп, команда oldu. Bum, оп, бум, қол нерде. Тапсырма түсінікті ма? Алдыңғы мен екеуде бір сағат тіке соққы болса, бірақ ұру тәсілі жесткий жағынан екі бөлек. Түсінікті ма? Мынау нерден болса, бәм. Екінші соққым нерден? Ұрды келді амортизация. Түсінікті ма? Барлықтарыңызға сәлем. Менің соңғы кезде қызбашылыққа салынып, эмоцияға берілген кездерім болды. Боксте, күресте екеуі де керемет спорт. Бокстың қатысы жоқ, не күрестің қатысы жоқ. Онда да мықты жігіттеріміз, достарымыз, бауырларымыз бар екі жақта бұл жерде. Ол үшін емес, эмоцияға берілдік. Оның бәрі ауызбіршілік болу керек деп ойлаймын. Аман болыңыздар, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. 74-73, рабочий вес возвращается.
Аллаға шүкір, тренировкамыз аяқталды. Бәрі өте жақсы деңгейде өтті. Нәтижелі, самое главное. Some fans from England in America ask me about when you're fighting again, because you're very talented. Your age will be gone. I need time. I have a new promotional deal, and I think I'll be fighting this year. I'm gonna show great fights, very beautiful. All he knows about me, how I can fight in the ring when I was in good shape. With my fights, I'm coming. I want to tell the story about Matchroom Boxing. They promote me 3 years, and they gave me new contract, new deal. But my managers didn't accept this contract. I don't know, maybe they have a reason for that. But I wasted my time, 3 years. But now, my prime time was 2016. 2026 will be my prime time, same again with my fights. Ассаламу алейкум. Міне Еско магазиніне Аллах разы болсын. Рахмет. Осындай борцовкалар, біреу кім боксерка деп келді, кім борцовка деп келді. Енді өзім чисто бокске алдым. Качество өте жақсы. Тренировка бітті, достар. Тренировкада енді 10 раунд секіріп жатты енді, достар. 10 раунд секіріп жатты. Күшті екен, качество өте жақсы. Сосын мынандай боксерский перчатка жіберді, Хаябуса. Качество деген жақсы екен, жұмсақ. Мына жерлері бәрі. Қолға, травмаға көп бермейді да. Грушада соқсанда удобно. Рахмет, достар, Инстаграм белгілеймін. Жазыңыздар, чисто спортивный киімдер бар, борцовка бар, перчаткалер, футы. Спорт саласына ММА боксерларға не керек? Солардың бәрі бар. Рахмет тағы, Аллах разы болсын. Айтарым бар. Жастар, ояныңдар. Қазір андай көбейіп кетті. Менің братаным, менің інім, сол братан үшін до конца барам деген сияқты да. До конца барасың, адамды өлтіріп аласың. Сосын түрмеге түсесің, түрмеге түскесін, сол братаның сені артынан келмейді. Мен сізге конкретно айтам, келмейді ол. Келетін сені анан, әкен, ағаң келеді да. Так что даладағы өмірді қойыңдар. Воровской өмір дейді ғой, қайда жоқ, өтірік бірдеме да, мен сіздерге айтайын. Мықты авторитет болғарың келе ма? Сабақ оқыңдар, спортта чемпион болыңдар. Вот сол авторитет. Мына өтірік жүріс далада, там ананы қорқытып, мынаны қорқытып, ничего не докажете, жігіттер. Так что жастардың өздерінің мненияларын болсын. Ешкімді тыңдамаңдар, ешкімді тыңдап кетіп қалмаңдар. Ол братан дегендер, олар өтірік ол, мен сіздерге айтайын. Семьянды асырап, спортпен айналасып, тыныш жүріп. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаларыңызға. Залға дейін желание бешеный залға келген кезде түсіп қалады. Сол инстаграмда андай видео қаптап кетті қазір. Бір пингвин көт қышып тауға кетіп қалған ғой. Кросс жүгірем деген ба, туалет іздеп кеткен ба, білмеймін ғой. Сөйтіп өліп қапты да. Не азап деймін да. Қыстың күні тауға шығып. Лучше мені осындай залға келіңдер. Мына жерде груша бар, төбелес дейсің ба, қырласын өзің білсін, астында темір тірсек, дорожка бәрі бар да. Get it.
Алейкум, уа жамағат, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Короче, кішкене бар ғой, батыстың бар ғой, жаргон қосып сөйлеу керек болды. Манағы ше, манағы ше. Бля, сөйтіп бар ғой кішкене, алдыңғы проект нелерде бар ғой кішкене сөйтіп қосып кішкене қудыртамыз ғой деймін да. Құттықтап жүр кішкене. Таза ауа пайдалы дейді ғой, денсаулыққа пайдалы дейді ғой. Соны көрейік.